Кітапсыз үй, жансыз денемен бірдей. Күшпен жеңе алмайтын нәрсені ақылмен жеңу керек. Шешеннің ең үлкен қасиеті қажет нәрсені айту ғана емес, қажет емес нәрсені де айтпау. Егер маған біреу дұрыс емес әрекет еткенімді нақты дәлелдей алса, мен қуана өзгеремін. Өйткені мен ешкімге зиян тигізбеген шындықты іздеймін. Өз қателігі мен надандығында табандылық танытқан адам ғана зиян шегеді. Қателесу әр адамға тән, бірақ ақымақ қана өз қателігіне табандылық танытады. Адам өзіне бағынуды және өз шешімдеріне бағынуды үйренуі керек. Бақытты өмір жан тыныштығынан басталады. Адам жағдайға қарай емес, табиғатына қарай адал болуы керек. Ар-ұждан айыптайтын нәрсені істеме. Шындыққа сәйкес келмейтін нәрсені айтпа. Осы ең маңызды нәрсені сақтау арқылы сіз өміріңіздің барлық тапсырмасын орындай аласыз. Мақтанған сөздер әлсіздіктің алғашқы белгісі. Ал ұлы істерге қабілеттілер аузын жауып тұрады. Көп өтірік айтатын адамдар шыншыл болып көрінуге тырысады. Көмек алған адам оның жақсылығын ұмытпасын. Көмек берген адам көрсеткен көмегін қайта есіне алмасын. Біреуді кінәлаған адам мақсатына ұзақ жүреді. Өзін кінәласа, орта жолға дейін, ал ешкімді кінәламаса, тез жетеді. Ең бақытты адам, ол бақытқа мұқтаж жан емес. Ешкімге тәуелсіз, өзін билеуші, өзіне сенімді адам. Көп білуге емес, негізгілерін білуге тырысыңыз. Теңдік әділдіктің бастауы. Қиын болғандықтан батыл емеспіз, батылымыз жетпегендіктен қиын.